Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін міне бір танысымыздың үйіне келіп қойдық. Қонаққа сол үйде андай жеміс ағаштарының жағдайын көріп, бір қолдан келгенше көмек беріп кетейін дедік. Сұрақ болса сұрай бере алмады, жарай ма? Алмалардан бастайық, Алмұрт ағашының алма ағашы екеуі неге жатады ғой? Семечковый культураға, Бұлардың ең үлкен айырмашылығы алмұрттың. Бұл күнді өте қатты жақсы көреді алмаға қарағанда. Сол үшін мұны күннің көп түсуіне, көлеңке болмауына және барлық бұтақтарының күн жақсы түсуіне көңіл бөлген дұрыс. Қазір мына жерде қарайтын болсақ, мына жердегі көріп тұрмыз, мына жерде бір негізгі орталық көшбасшы несі сынған екен, мына жерде. Соң орында мынан пайда болған. Бірақ сонда да арасында ішіне қарай өсіп бара жатқандар бар. Біз оған кедергілерді алуымыз керек. Ішіне қарай өсіп бара жатқандар керек емес бізге ешқандай. Алып тастауымыз керек ішіне өсетіндердің бәрін. Өйткені ол күн тимейді бұларға. Сосын олар сыртқа қарап бұруымыз керек кішкене. Өйткені мыналар жоғарыға кетіп бара жатыр да, ол жоғарыға кеткенде жоғары өскен бұтақтарда ондай өнім аз болады негізі. Сосын мынанда мынада зәкір бұтақ дейді, мынандайда. Төмен жақтағы зәкір бұтаққа қалдырсақ, якорный деп айтады, жетті деп айтады. Сосын мен мысалы мынаны алып тастағым келіп тұр. Қазіргі уақытта қыстың несі өткенде аяздар бітті. Енді қырқу жұмыстарына кірісе беруге болады, ешқандай уайымдамай. Мынаны алып тастаймыз. Мына жерге бізге мына жер бұтақтар шығару керек көрдіңіз бе? Мыналар неге жоғары көтіп бара жатқандықтан мына жер бұтақтарды қысып жатыр да, мыналар дамымай жатыр. Сол үшін мейлінше біз мыналарды азайтуымыз керек, мыналарды қысып жатқан жерлерін. Мына жағын біз мына жер біраз жерді аштық міне. Енді төбесіне келетін болсақ, мына жерде екі көшбасшы болып тұрсаң, біреуін қалдыруымыз керек. Біз біреуін ғана қалдырамыз да, екіншісін алып тастаймыз. Төбесінде бір кішкене прищепка жасап жіберейік бүйтіп. Ол қазірше болды шамы. Бірақ бізге мыналар даму керек қой, мыналар дамыту. Мыналардың өсуіне екінші қатарын қалыптастыруымыз керек қой. Мына алма ағашы. Мына алма ағашы саудай қалса биыл жақсы өнім болады. Жақсы өнім болады қаласы. Өйткені мына жерде мынандай бүршіктер жақсы екен. Алма генеративті. Бұның да кішкене құрылысы, негізі өзінің табиғи құрылысы дұрыс, бірақ мына бетінде бұтақ жоқ. Ертең өсетін болса, мына бетін қарып қисаятын болады. Сол үшін біз мына бетін кішкене азайтып, мына бетін бұтақтардың өсуіне кішкене ықпал жасауымыз керек. Мен мына бетін азайтамын қазір, мына бет жағын. Мына бетін несін азайтайық кішкене, азайтып жіберейік. Мына екеуі бір-біріне қатты жақын өскен, мынаны аламыз. Мына жерді тұра берсін, қазір бүршік болады, кейін болашақта алып тастай саламыз. Біріне болады, ешқандай ештеңесі жоқ. Ештеңесі жоқ. Мына былтырда бір көшбасшысын алып тастаған екен. Сосын оларды алып тастаймыз, бір жылдықтарын. Ашке өскенін аламыз. Өсіп тұрған алайық. Аламыз. Мына екі өсіп тұрған бірін аламыз. Сыртқа өшетін деген бұрамыз. Мына екі бір-бірін қысатын болады. Мынаны да кішкене қысартуымыз керек болып тұр, біз амал жоқ енді. Қазірше болады. Мынаны аламыз керек маған. Қазірше осылай қалдыруға болады. Келер жыл тағы жұмыс жасау керек.
мына ағаштың жағдай сол. Кішкене құрылысы дұрыс қалыптастырылмаған кішкентай кезінде. Біз оған қазір көмектесуіміз керек соған. Аламыз керек емес. Даламыз керек емес. Мынау тұр, мына екеуі бір-біріне бәсекелес болып тұр. Мен сонда былай қарасақ, мына былай өсіп тұр, мына былай өсіп тұр. Мен мынаны мына жерден қысқартамын қазір. Мына жерден қысқарта салайын. Екеуі мынаны басады да, мына былай өсетін былай. Так, мынаны да кішкене қысқартайық былай. Мына жерде. Мына екеуі мына не болып бара жатыр. Бәсекелес болып бара жатыр. Бәсекелес керек емес. Мынаны да біреуін аламыз. Ішке өсіп жатқанды аламыз. Көрініп жатыр ма? Өзгерістер. Мынаны да ала салайықшы, жаңағы жазылайық. Қазірше осы болады. Алар кейін келер жылы мына жер дұрыстау керек. Мынау қазірше қала тұрсын. Мынаны бастық та болады. Мына жерде бұтақтың бәрі жоғары өсіп бара жатыр. Яғни биікке ұмтылып бара жатыр. Бұл мындай байқауға да болады. Мына жерде ешқандай өнім салатын бүршіктер жоқ. Яғни тіке өскен бағыттарда бүршіктер аз болады. Сосын мына жерде көрсек, мына жерде бітенің былтыр болған көзім жетіп тұр. Іздер бар. Енді біз жанына қарап өсуіне біз көмектесуіміз керек бұны енді. Ықпал етуіміз керек жанына қарап өсуіне. Өйткені тіке өсетін болса, ол бізге дұрыс өнім бермейді. Күштің бәрі, энергияның бәрі бойына кетіп қалады. Алма бітті. Мынаны алша дейді қазақшада. Черешня. Бұл ағаш енді өте үлкен болып өсетін ағаш. Үлкен өте. Мұның өзінің табиғи құрылысы да әдемі болады негізі өзінің. Сосын бірақ бұның алма мен алмұртқа қарағанда бұлардың ерекшелігі бір жылдық бұтақтарына да жеміс сала береді. Бұлар түйнектер. Бұл жерде мен қатты нәрсе байқап тұрған жоқ, бірақ сонда екеуі бір-бірін бәсекелес болып бара жатыр да. Осы екеуін кішкене реттеуіміз керек, біреуін көшбасшы қалдырып, екіншісін азайтуымыз керек. Сол үшін мынаны біз кесетін боламыз. Мынаны қалдыра салу керек сияқты көшбасшыға. Көшбасшы етіп мынаны қалдыра салайық та. Мынаны кесейік. Болашақта мен ұсынамын, келер жылы дұрыс өсетін болса, негізі мынаны қазір-ақ істеуге тура болады негізі істеуге. Мына екеуі айырылатын болады, бір-бірін ертеңіне айырылып кететін болады мына жері. Дұрыс. Айырылу бұрышы дұрыс емес те мына жерде. Сосын мен қазір-ақ істейікші мұны. Қазір-ақ істеп болсақ, былай істейік бұны. Мынау жұмыс істеу керек бізге ертең. Осы. Онда мына кішкенелерін азайтайық та. Шамамен осындай бола ма? Дұрысталды ма? Ертең біз мынау кетеді ғой биік болып. Осы биік болып, осыдан бұтақтар тарау керек та. Өйткені мына жер қарасаң, мынау қабығының қысылуы деп айтады да мына жерде. Қатты қысылып жатыр, көрініп тұрса, қазір сыртқа шығып кетіп жатыр да өскен сайын. Мына жерде шірік аурулар пайда болады түрлі. Сосын мынау ертең өскеннен кейін жуандайды ғой, бір-бірін итеретін болады. Қазір мына бүйтіп ашсақ негізі ана жер жыртылып дайын тұрады бір-біріне міне. Бұл негізі өте қауіпті мынандай бұрыш деп айтады мынаны. Мұндай бұрыш қалдырмау керек.
мынаны біз қазір кесе тәріздес формасын жасауымызға болады. Өзі де формасы кішкене келіп тұр. Қазір біз соны кішкене көмектесеміз, ортасын ашып, күн сәулесі тиюіне, арасына жел кіруіне, және өйткені күн сәулесі тимесе, келер жылдағы бүршіктер оянбайтын болады, күн сәулесі дұрыс тимейтін болса. Және күн сәулесі дұрыс тимейтін болса, оны бәріміз білеміз, фотосинтез процесі дұрыс жүрмейтін болады. Сосын жел болмайтын болса, арасы дұрыс кеппейтін болса, ол жерде түрлі аурулар пайда болады. Сол үшін біз оған көмектесуіміз керек. Бұл мәдени дақыл болғандықтан мәденилендіріп өсіруіміз керек міне. Қазір арасын салыстыруға болады екен. Осылай тұрып. Алтыстан көрінді ме? Алтыстан жаңа осы орын қазір соны салыстыруға болады екен. Арт жақтан бір үлкен сол жерден бір. Қазір. Осыны салыстырамыз қазір. Біз қазір кесе тәріздес форма жасап береміз бұларға. бір-бірін егер бұтақтар бір-біріне былай тиіп тұратын болса, ол негізі меніңше кесіп тастаған дұрыс, өйткені бір-біріне тиіп қажап, қабығын жарақаттайды, қатты сен ол сынатын болады. Соған көңіл бөлу керек.